Баршаңызға сәлем. Оқыту үрдісінде қолдануға тиімді әдіс-тәсілге шолу жасаймын. Ол фишбоун әдісі. Бұл сызбаны алғаш болып Каора Исикава ұсынған. Бұл стратегия проблемаларды анықтау және одан шығу жолдарын қарастыру моделі болып табылады. Оқыту үрдісінде оқушылардың ортақ тақырыпта талқылауына септігін тигізеді. Балық қаңқасын тігінен және көлденең орналастыруға болады. Жазылым қысқаша жазылуы тиіс. Балықтың басына зерттелетін, қаралатын, талқылайтын тақырып жазылады. Жоғарғы қабырға сүйектеріне анықталған проблема себептері, тақырыптың негізгі мазмұндары мен түсініктері жазылады. Төменгі қабырға сүйектеріне проблемаларды шешу жолдары, қарама-қайшылық тудырушы кедергілер жазылады. Балықтың құйрығына анықталған жұмыстың нәтижесі мен талданған тақырыптың қорытындылау сұрағына жауап жазылады. Аталған әдіске үлгі ретінде Қазақстан тарихынан Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілісті талдап өттім. Яғни балықтың қабырғаларында көтерілістің мақсаты, шығу себептері барысына тоқталса, ал балық құйрығына көтерілістің нәтижесін, тарихи маңызын қорытып айтады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.